Мәслихат құрылымының оң имиджін қалыптастыру бағытындағы келелі жұмыстар мен депутаттар корпусының ел игілігі жолындағы еңбектерінің шынайылығы және бұқараның депутаттарға деген сенімі. Эфирде осы тақырыптарды арқау еткен мәслихат хабары. Биыл жастар жылы. Жасыратыны жоқ, жастардың бүгінгі таңдағы ең басты мәселесі жұмыссыздық, баспанасының болмауы. Міне бұл жылы осындай келелі проблемалардың шешімін табуына айтарлықтай қолдау көрсетілуі тиіс. Бұл бағытта қалалық мәслихат депутаттары жастарды толғандырған мәселелерге зер салып, оның шешілу жолдарын қарастыруды айқын мақсат етіп отыр. Тиісті шаралар ұйымдастырып, бас қосулар өткізуде. Алдағы сессияның күн тәртібінде жастар мәселесіне арнауды жоспарлауда. Раушанбек Шарапат жастар жылында шет аймақтың мәселесі назардан тыс қалмаса екен дейді. Көп ауылда жастардың демалатын, бос уақытын тиімді өткізетін орындардың жоқтығын алға тартты. Депутаттардың осы мәселеге назар аударуын сұрады. IT курстары ашылса ауылды жерлерде, әрине облыс орталықтарында ашылып жатыр, ол жағдайлар жасалып жатыр. Бірақ енді шет аймақтарда осындай мәселелер көтеріліп, сол ауыл жастарына қолдау көтерілсе, ауылда жұмыссыз жүрген жастарға бір жұмыспен қамтитын, солардың басын біріктіретін, бос уақыттарын зиянды іспен емес, пайдалы елім, жерім деген азаматтарды осы пайдалы іспен айналысуға шақыратын бір жұмыстар, жобалар қозғалса. Ал Сәуле Қалыбай жастар арасында ажырасудың көптігіне алаңдаулы. Сондықтан отбасы құндылықтарды насихаттайтын клуб құрылып, салт дәстүрлерді дәріптейтін жобалар жүзеге асырылса деген ұсынысын жеткізді. Білім мекемелері, оқу орындары болып бірлесе отырып, сол жастарды дұрыс бағытта тәрбиелеу мақсатында отбасылық құндылық насихаттайтын клубтар, қозғалыстар болмаса, отбасы университетін құрып жұмыс жасасақ, сол кезде бір нәтижеге келеміз деп ойлаймын. Ұлттық дәстүрімізді насихаттау кеңінен білмейтін, тек қана сол жаттанып қалған салт дәстүрлеріміз, ұзату той деген секілді бесік салалар емес, егжей-тегжей түсіндіре алатындай бір орталық болса. Кездесу барысында жастар баспана, жұмыссыздық, спорт кешенін салу, жолақы секілді мәселелерді көтерді. Бүгінде ең бірінші жастардың басындағы мәселе бұл жұмыссыздық. Екі қолға бір күрек тауып, олардың кәсіппен айналысып, аяғынан тұрып кетуіне бірден бір себеп бұл жұмыс. Сондықтан білгеніміз жұмыссыздық мәселесімен тыңғылықты айналысу керек екен. Одан бөлек баспана мәселесімен қамтамасыз етуде өзекті мәселе күйінде қалып отырған көзіміз жетіп отыр. Бұның барлығы күнделікті өмірде өзіміз біліп көріп жүргенмен, ал жастардың тарапынан айтылғанда шынайы, риясыз жеткізілді. Сондықтан алдағы сессия барысында бұл мәселелер көтеріледі деген ойдамыз. Жалпы облыс орталығында 67 мыңнан астам жас бар. Студенттердің саны 27 мыңнан асады. Биыл олардың бос уақытын тиімді пайдалану, құқық бұзушылықтың алдын алу, кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған 9 әлеуметтік жоба жүзеге асырылатын болады. Үкіметтік кеңселер бар, солардың барлығына біз кешкі рейд жүргізу жұмыстарын үйлестіріп отырмыз. Сонымен қатар мынау жаңағы жұмыссыз, қазіргі таңда біз НИИТ санатындағы жастар дейміз. Осы НИИТ санатындағы жастарды бос уақытын тиімді ұйымдастыруға байланысты қазіргі таңда бізде әлеуметтік жоба әзірленіп жатыр. Мынау шет аймақтардағы жастардың мынау жаңағы спорттық ойындарға, сонымен қатар мәдени көпшілік шараларға бетбұрысын дамыту мақсатында біз аула клубтарды үйлестіруді қазір жоспарлап отырмыз. Қалалық жастар ресурстық орталығының қазіргі отырған ғимараты тар. Облыстық орталық сол жағалауға көшкесін, орнына қалалықтар келеді. Ғимаратты қайта жөндеуден өткізуге қажетті қаржы алдағы сессияда бөлінетін болады. Жалпы осы айда өтетін депутаттар корпусының отырысында жастардың ең өзекті деген мәселелерін шешуге қаржы қарастырылмақ. Облыстық мәслихат депутаттарының құрамында нәзік жанды депутаттар көп емес. Депутаттардың корпусындағы 29 депутаттың екеуін
өз ісінің біліктілері, қайсар мінезді іскер әйелдер Райкүл Байназарова мен Райхан Ысқақова құрайды. Депутат мінбері айдарының бүгінгі қонағы Райкүл Байназарова дүниеге оптимист көзқарасы басым жан. Білім біліктілігі, ұйымдастырушылық қабілеті, айрықша іскерлігі мен белсенділігі оны ортаға сыйлы қызметінде табысты етуде. Райкүл Мансұрқызы құрғақ сөздің емес, нақты істің адамы. Облыстық мәслихат депутаты сессия отырыстарында өзіндік ой позициясымен, тиімді ұсыныс талабымен, ұтымды пікірмен ерекшеленеді. Түйткілдің тереңіне үңіліп, оны шешу жолдарын тауып, тиімді ықпал етіп келеді. 2018 жылдың қорытындысымен Райкүл Мансұрқызы үздік депутат төсбелгісімен марапатталды. Бұл марапат республикалық біздің депутат газетінің республика бойынша мәслихаттардың атқарған жұмыстарын назарға алып, жүргізген талдауы нәтижесімен беріледі. Депутат мінбері айдарының бүгінгі қонағы облыстық мәслихат депутаты Райкүл Мансұрқызы Байназарова. Райкүл Мансұрқызы, студиямызға қош келдіңіз. Ең алдымен сізді осы шұғылалы көктемнің шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Ісіңізге береке тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Рахмет. Рахмет. Бірнеше шақырылым депутат ретінде қиынға соқпай ма, осындай жауапкершілігі зор міндетті алып жүру сізге? Депутат бүгінгі таңда өзінің, тек қана өзінің сайланған округ емес, жалпы елде жасалып жатқан саясаттың бір жүргізуші ретінде қызметін солай жоспарлау керек деп ойлаймын. Нақты елмен бірге жасалып жатқан жұмыстардың бәрін бірге көруге, білуге, қандай мәселелерге аса маңыз беру керек, сол мәселелерді жеткізу арқылы өзінің депутаттық қызметін жоспарлап құру керек деп ойлаймын. Сондықтан оның пәлендей қиыншылығын мен бар деп айта алмаймын, бірақ енді әрине жауапкершілік бар, көптеген әлде шешілетін мәселелер бар, және елдің арасында жасалып жатқан жұмыстарды түсіндіре білуіміз керек. Соңғы уақытта көбірек былай әңгімелер, алып қашпа әңгімелер, бір жағдайларға байланысты, мынау әлеуметтік жүйеде көп нәрселерде жеке адамдардың пікірлері болады, жеке бір көріністерді жалпыға білдіріп көрсеткісі келеді, бір қисықтау жағдайлар болады. Соның бәрін әрине елде бәрі дүп-түзу шешіліп кетті деп айту әзір қиын шығар. Дегенмен де жасалып жатқан жұмыстарды елге жеткізіп, елмен бірге ақылдасып, сол жердің атқарушы орган акиматы бар, сол кісілермен бірлесіп жұмыстың оң шешілуіне ықпал жасау керек деп ойлаймын депутат. Ол үшін әрине уақытынды қиюын керек, ел халықтың сөзін тыңдай білуін керек, жан-жағымен ақылдасып, соның кезең-кезеңімен шешілу бағытында өз үлесіңді қосуын керек. Жалпы Райкүл Мансұрқызы, өзіңіз осы Нұр Отан партиясы депутаттық фракциясы төрағасының орынбасарысыз, облыстық спорт комитеті кеңесінің мүшесі, әдеп кеңесінде де мүшелік етесіз. Одан қалды мынау білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы облыстық комитетін басқарасыз. Осыншама жауапкершілік, үлкен міндет сіздің нәзік иығыңызда, осының барлығын атқарып жүруге уақыт қалай табасыз? Біріншіден, ол алқаларға мүшелікке депутат ретінде қосып отыр. Айтайық, спорт саласын алатын болсақ, спорт саласының жалпы дамып келе жатқаны елдің алдында, көз алдымызда. Мен өте қуаныштымын, соған коллегия мүшесі ретінде кішкентайда болса үлесім бар болып жатса. Себебі осы басқарманы 12 жыл қатарынан Садық Мұстафаев кереметтей басқарып, облыста көптеген жаңалықтар, көптеген объектілер салынды. Сонымен бірге жаңағы ең бастысы сол объектілер халықтың игілігіне пайдалануға берілген объекттер. Қазір қарасаңыздар, қай спорт клубы болсын, қай спорт мектебі болсын, мына Қызылорда орталығында салынған спорт орталықтары болсын, бәрінде адам тола, ересектерде, жастарда. Онан кейін қазір мына екінші кезекте басшысы келді, ол жаса жатылы. Қазірде кешегі біз 17 октябрь күні 18 жылдың осы спорт дамыту және мемлекеттік бағдарламаны орындау жөнінде сессияда қарадық. Бұл кісінің де өзінің алдына қойған нақты жоспарлары бар. Ең бастысы біздің спортты дамыту,
ел халықтың өзінің денсаулығын спорт арқылы жөндеу. Денсаулық жөндеу деген ол адамның өмір сапасын жақсарту. Осылай тікелей біз байланыстырамыз ғой. Ауылға дейін жетіп жатыр. Осы ең үлкен қуаныш. Біздің жалпы бюджеттік қаражаттың жұмсалуының ауылға барғанына қатты қуанамын. Ол жерде қазір мына тренерлер, я болмаса инструкторлер штаттары бөлініп жатыр, алаңдар соғылып жатыр. Халық қай уақытта айналсам десе де тренажерлар жұмыс істеп тұратындай. Соңғы президенттің жолдауында мына мектептегі дене шынықтыру пәнін беретін мұғалімдерге қосымша ел халықпен жұмыс істеуге және олардың еңбегінің ақысын төлеу жөнінде тапсырмалар берілді. Қазір нақты осы 19 жылдан бастап бюджетке осы ақшалар жоспарланып отыр. Сондықтан коллегия мүшесі ретінде әрине сол жерде айтылып жатқан мәселелерді спорт мектебінің, я болмаса аудандық спорт басшыларының қойылып жатқан мәселелерін мен депутат ретінде өз еңбегімді пайдаланып осы сессияларда айтамын. Кешегі материал дайындаған кезде сессияға әрине бүкіл аудандарды аралап шығып, бүкіл сол келген мәселелердің бәрін ортаға салып, соның кезең-кезеңімен орындауға біз облыс бойынша бағдарлама қабылдадық. Мен ойлаймын, ол нақты депутат ретінде өзіңнің жасап жатқан үлесің. Сол сияқты басқа жерлерде де солай. Мен енді әдеп кеңесінің мүшесі ретінде де өзімді бір азаматтық позициямды қай уақытта да білдіруге тырысам. Себебі мемлекеттік қызметкерлердің қазір жұмыс істеу тәртібі өте қатаң болып кетті. Сондықтан әрине адам болғаннан кейін ол мемлекеттік қызметкер болып ешкім еш жерде үйреніп жатқан жоқ қой. Оның диплом бойынша мамандығы бар, ал енді басқару мәдениеті, ел халықпен қарым-қатынасы, мына заңдарды қатаң сақтау, соның бәрін әрине жүре үйреніп келе жатыр. Сондықтан сол жолда бір кемшіліктер болып қалады. Сондықтан біз ең бірінші жеке мемлекеттік қызметкердің жеке мәселесін қараған уақытта арыздың негізінде, тексерудің негізінде болады. Біз ол адамның тұлға ретінде сол салаға, я болмаса өзінің қызмет жасап отқан орнына әкелетін пайдасын, өзінің қабілетін біз бірінші кезекке қоюымыз керек. Енді елбасы жолдауында мұғалім мәртебесі туралы, заңның жүзеге асыру туралы үлкен тапсырма берді. Ол жөнінде өзіңіз де біраз басқосулар өткізіп, педагогтардың ұсыныстарын осы заңнан көрініс табуы тиіс деген тыңдап жүрсіз. Енді заң жобасы қаралу үстінде. Осы заңда қандай мүмкіндіктер қарастырылуы керек? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Заң жобасы педагог мәртебесі жөнінде деп аталады. Қазір министрліктің жобасы шықты. Министрліктің сайтында орналасқан. Әр мұғалім, әр педагогикалық ұжым көріп талқылауға әлде де уақыт бар. Енді біздің қазіргі кезеңде жұмысымыз әрине сол шешімді қабылдайтын парламент депутаттарымен жұмыс істеу. Сондықтан біз 2 мартта келген депутаттармен кездесу өткіздік. Әр категориядағы қызметкерлермен кездестіреміз. Бұл мұғалімдер, әдіскерлер, мектеп басшылары, балабақша қызметкерлер дегендей. Ал енді осыдан 2-7 бұрын Астанада орталық кәсіподақ комитеті біздің басымызды парламент депутаттарымен сол жерде және кездестірді. Сонымен біздің бар ішіміздегі армандарымызды депутаттарға жеткіздік. Депутаттардың қай-қайсысы да осы мұғалімнің қоғамдағы орны биік болуына, соған әкелетін әрекеттерді заңға енгізуге ек қолмен қолдап отыр. Бір қатты қуанатын жағдай осы. Бұл заңда бір жақсы жері анау абитуриент педагогикалық мамандыққа түсуге құмар болуына жағдайлар жасалған, айтылған. Айтайық, абитуриент, студент оқуға түскен кезде студенттің 4 жылдық, 5 жылдық жоғарғы оқу орнында, я болмаса арнайы оқу орнында оқыған уақыты оның педагогикалық стажына енгізіледі. Екіншіден, абитуриенттің өзіне ерекшеліктер беріледі, және оның ішінде мына ер балдарды көбірек тартуға стимулдар қарастырылған. Сондықтан екіншіден енді жалақының өсуі әрине босамаса, сонан кейін мына материалдық жағдайды қолдау, осыған кейін айтып жүрген мына құрал жабдыққа қосымша ақша беру, демалыс уақытында мұғалімдерге толыққанды демалуға
шипажайларға көбірек баруға деген пособиялар тағы басқалар бар. Бірақ бұл заңда не нәрсе менің өз көзқарасым жетпейді. Бұл қоғамдағы мұғалімнің рөлі деген тек қана мұғалімнің жеке басының материалдық жағдайын шешумен бола қоймайды шығарда. Біз енді қоғам ретінде мұғалімнің тұлға ретінде, фигура ретінде, жалпы баланы тәрбиелеуші ретінде ата-анамен тығыз жұмыс істеп, сол баланы азаматтық позициясын мықты қылып, азамат қылып өсіруіне үлесінің зор екенін көрсету үшін, әрине біздің мына ақпарат құралдар, біздің творчествоның адамдары, осы кісілер өзінің шығармашылық дүниелері арқылы сол мұғалімнің оң портретін көрсету керек деп ойлаймын. Райкүл Мансұрқызы, біздің хабарымыздың өзі мынау мерекеге орайластырылып жүргізіліп отырғандықтан осы орайда бір сауалымды жолдасам деймін. Жалпы біздің қоғамымызда, билікте әйел аналарымызға қолдау қаншалықты қазір? Олардың өз іскерлігін танытып, өз жұмысын ілгері бастыруына қандай мүмкіндіктер жасалып отыр? Негізінде мен ойлаймын, жалпы мына қызметке тағайындаған уақытта қазір әйел, ер адам деп қатты бөлмейді. Біріншіден, қай басшы болса да президентімізден бастап әйелдердің жұмысқа өте жауапты екенін, өте әр мәселенің өзінің жүрегі мен жаңағы қабылдайтынын айтып өтеді. Ол тек қана мына мереке қарсаңында емес шығар, жалпы билікте әйелдердің көбеюінің сол шын мәнісінде біздің мемлекеттік саясат, мына гендерлік саясаттың оң орындалып жатқан деп түсінуіміз керек. Біздің облысымыздың өзінде де 4-5 облыстық басқарманың басшылары әйел адамдар қазір. Қарап отырсақ, қуанамыз әрине. Сонымен бірге мен айтар едім, мына біздің қызметте жүрген, я болмаса қызметке талпынған қыз-келіншектерге қазір байқау, қай қызмет болса да байқау арқылы өтеді. Сондықтан байқауға қорықпай бару керек. Биыл енді өзіңіз білесіз, мәслихаттардың құрылғанына 25 жыл, осы ширек ғасырда өкілді органның құзыреттілігі қаншалықты өсті? Мен бірінші рет осы мәслихатқа 99 жылы сайландым. Әрине, қазір депутаттардың қарайтын мәселелерінің бағыты, шешу жолдары, ауқымы қатты өсті. Жалпы, бірақ бір нәрсе, депутат болу, ол ең бірінші депутаттыққа шешім қабылдаған адам, оның үлкен жауапкершілік екенін түсіну керек. Біз қай уақытта да ең бірінші сайлаушыларымыздың алдында жауапкершілігімізді ұмытпауымыз керек. Дегенмен де мына мемлекеттік саясатты өткізуде өзіміздің депутат ретінде орнымызды табуымыз керек. Алдағы жылдары әрине айлықтың жетіспеуінен бастап көп мәселелер бар еді. Бюджет өзінің төлейтін стипендиясын, пенсиясын төле алмайтын жағдай болды. Ол ауыз су деген нәрсені, тағы басқа деген бағдарламалар, олар шамалы кешелектеу келді. Тұрмыстық жағдайлар өте қиын болды халықтың. Сол кезде депутаттар әрқайсысы сол халықтың аманатын арқалап әкеліп, сол жерде көп талас болатын. Қаражатта жетпей жатты. Ал қазір мен айтар едім, біріншіден депутат өте сауатты болу керек. Біріншіден бюджетті бөлу, ол қазір 3 жылдық бюджет қабылданады. Сондықтан әр сала бойынша мемлекеттік бағдарламалар бар қазір. Білімде де, спортта да, мәдениетте де. Сонымен бірге мына халықтың пайдалануына беретін жолда, суда, мына энергиямен қамтуда, соның бәрінің, бірақ олардың бәрінің мемлекеттік бағдарламасы бар. Сонан кейінге жаңа мына жол картасы бар. Сол жоспарлау арқылы тәртіпке келді. Райкүл Мансұрқызы, бізге хабарымызға берілген уақытта таяп қалыпты. Ендеше мынау мерекеге орай нәзік жандарға, әйел аналарға, апа аналарымызға, сіңілдеріңізге арнап өзіңіздің ізгі лебізіңізді білдіріп жерсеңіз? Қай уақытта да біздің халық қызын, жарын, анасын өте жоғары қойған, жақсы бағалаған. Бүгінгі таңда біздің ел бойынша, біздің облысымызда сала бойынша
бар жақсылықтарға біздің қыздарымыздың, келіншектердің үлесі өте зор деп ойлаймын. Сондықтан қай жерде де тілейтінім береке болсын. Біздің қыз келіншектеріміздің, аналарымыздың қай уақытта да мәртебесі биік болсын. Райкүл Мансұрқызы, әдемі тілегіңізге алғыс білдіреміз. Жұмысы жемістінің өмірі келісті болады демекші. Өміріңіз мәнді, жұмысыңыз да соған сай сәнді болып, абыройыңыз арта түссін, отбасыңызға бақ береке тілейміз. Студиямызға келіп, осылай келелі сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Рахмет. Депутаттық мандат үлкен жауапкершілікті, қажырлы еңбекті, ең бастысы терең білімді қажет ететін мәртебелі лауазым. Олар өзі сайланған округ тұрғындарын толғандырған әрбір мәселеге бейжай қарамай, оның шешімін табуына ықпал етеді. Халық қалаулылар үшін маңыздысы бұқараның өзіне деген сенімін жоғалтпау. Хабарымызды осы жерден тәмамдаймыз. Келесі мәслихатта жүздескенше көрермен.